Biz қазір мына Талғар аудандық полиция бөлімшесіне келіп тұрмыз. Осында Астанадан мына министрдің орынбасары және де басқа қызметкерлер келді деп естідік та, осы кісінің қабылдауына келсек, бізді кіргізбей тұр. Өйткені бұл жерде біздің айтатын сұрағымыз бар. Bir ay bұрын оның алдындағы жазған арыздарымды полиция, Талғар аудандық полиция басқармасының басшысы Күнтөнов Нұржан деген қарамай жатыр. Өйткені оның қарамай жатқан себебі, менің естуімше, осы мен жазып жатқан адамдарды Танат Айдарбеков аудан әкімі, одан кейінгі Ораз Қаспақбаев, одан кейінгі идеология жөніндегі орынбасары, мен тағы да айтамын, идеология жөніндегі орынбасары Айбек Бидаев, одан кейін естуімше тағы бір орынбасары мына аудандық жер комиссиясының төрағасы естуімше Берік Асыловтың туған жиені осылар туралы жазған арыздар. Сондықтан да ол қаралмай жатыр. Ол арыздың біреуінің ең бастысы, мен 70-ге келген мына кемпірім, қазір мен больницадан шығып тұрмын, больницадан алып келе жатырмын. Міне 15 күні бұл кісіге түнде шабуыл жасалды. Шабуыл жасалып, бұл кісіні бір машина жарығымен келіп қалмағанда кемпірімді өлтірер ме еді, жоқ әлде кемпірімді зорлап кетер ме еді. Оның аты да белгілі, Насырхан деген, екіншісі Рустам деген. Міне сол туралы біз арыз жазғанбыз. Осы күнге дейін сол арыз қаралмай жатыр. Қазір сол арызды табылмай жатыр. Не только қаралған, қазір арызды табылмай жатыр. Сонда бұл не? Ол арыз қаралу үшін адам өлу керек па? Менің 3 күннен бері бұлар Насырхан деген, Рустам деген, анаяқта 3 гектарға жуық мына карьер қазған, тереңдігі 20-25 метр. Өздерінің қылмыстық, мына Айдарбековтердің ұлтатымен өздерінің қылмыстық істерін жасыру үшін карьер қазып, маған келіп, қойыңыз, жазбаңыз деп, енді осы 3 күннен бері менің соңымда жүр, белгісіз машина. Оны да Күнтөбелдің атына мен жаздым. 102-ге звондап, осы күнге дейін бір адамды жібермейді маған. Менің соңымда жүр. Бізді өлтірейін деп жүр. Міне, ал енді осы қарау үшін, мен кемпірім өлу керек па? Жоқ әлде мен өлуім керек па? Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіздер мына Талғар ауданында болып жатқан уақиғаны, былықпайларды біліп жатсыздар. Сондықтан да мына Талғар ауданының әкімі бұл осы қылмыстық істі, мен естуімше қылмыстық істі ұйымдастырып отырған әкім. Оның орынбасары Қаспақбаев, полковник. Оның орынбасарлар жаңа мен айтқан, жұмыстан босатып, қылмыстық іс ашуларыңызды өтінемін. Менің арызым қаралсын. Мені тағы да айтам, менің арыздарым бәрі қаралсын. Барлығы жазалансын. Видео жазбам жарияланғаннан бері маған көптеген комментарийлер мені қолдап жазып жатыр. Сондықтан да менің алдымда халқымның, елімнің, жұртымның бар екенін өте қатты сезініп жатырмын. Сіздерге көп рахмет. Екіншіден мені қолдап, өте қатты қолдап, бүкіл шындықты айтып жатқан заңгерім Асылбек Қараевқа өте көп рахмет. Менің бүгінгі мәлімдеме жасап отырғаным, мына Әбдіқановтың кезінде мені 6 рет өрт қойып, шағын кәсібімді өртеді. Ешқандай ешкім арыз жазылды, ешкім жауапқа тартылған жоқ, тартылмаған да. Қазір мына 7-ші рет 2023 жылы 5 мамырда өрт болды. Соған байланысты біз бұрынғы арыздарды көтерген кезде ол арыздар жоқ. Тек қана осы 7-5 мамырдағы арызды қаралып, оған қылмыстық ашылды. Ол осы күнге дейін қаралмай жатыр.
күдіктілер бар, жаққандар бар, бірақ мына полиция басқармасы, облыстық полиция департаменті істі қарағысы келмейді. Екінші мәселе, 2023 жылы маған түнде шабуыл жасалды, 14 тамызда. Арыз жазылды. 1 жыл 3 ай өтті. Арыз ненің Астанада тергеу комитетінің бақылауында, бірақ оны ешкім қарап жатқан жоқ. Неге? Күдіктілер Әбдіқанов, Қаспақбаев, депутат Игебаев и Толқынов, тағы 1-2 адам бар. Неге қаралмай жатыр? Өйткені Әбдіқанов Талғар ауданының бұрынғы әкімі, ағасы солтүстік Қазақстанның прокуроры қазір. Үшінші жағдай, мені Бидаевтың тапсырмасымен 2022 жылы 14 мамырда 5 сағат опорный пунктке ұстайды. 14 қараша. 14 қараша, кешіріңіздер. Ал енді неге? Не үшін ұстады мені? Осы күнге дейін жауап жоқ. Мен президент әкімшілігінен бастап жазып келе жатырмын. Осы күнге дейін бір адам қарамайды. Бір адам осы күнге дейін қарамайды. Енді бұлардың барлығы түгел мені қойып, менің кемпіріме шабуыл жасай бастады. Менің кемпірімді сотқа беріп, мына өртке байланысты 5 мамырдағы 43 миллионды мойнына алды. Өздерін өртеген. Өздерінің ішіп жеген ақшаларын өртеген. 2 гектарға топырақ төгілді деді. Ол топырақтар жоқ, күл-қоқыс жоқ. Оның орнында карьер қазылып кеткен. Біз жазып жатырмыз. Анау президенттен бастап жазып жатырмыз. Өйткені бір адам қарап жатқан жоқ. Оны қарайып та бәрімізде айтып жатырмыз. Осыған байланысты өйткені бұлар бір-бірін қолдап, бір-бірін қолбаштап отырған адамдар. Ал енді менің кемпірім Нағмадова Зинаида Шаймерденовна осыған байланысты ауырып, ота жасатып, больницадан мінекей 1-2 күн болды шыққанда. Больницада жатқан адамды сотқа беріп жатыр, Айдарбеков. Больницаға әдейі жатып алыпты деген сөз таратты. Айжігітов президенттің атын жамылып, осы бәрін түгел құртып жатыр деген әңгіме жазбасы бар. Ассаламу алейкум, Ереке. Ну, давайте зайдите завтра до обеда, если есть возможность. Надо, наверное, выехать туда уже. Аким смотрит, Аким еще борется как с этим. Кто тут пишет? Данер. Вот. Поднимем сейчас прокурора нового, тогда давайте, и отрабатывать будем. Там вообще прокуратура уже писала недели 2-3 назад о том, чтобы экологический совет закрыл. Айжигитов в прошлый раз письмо даже написал о том, что его там экосовет душит и все такое. Ну давайте вызовем теперь мы с вами телевидение, все полностью отработаем. Шум поднимем тогда. Бороться с ним будем по закону и все отработаем до конца. Что там? Саламатсыз ба, тәте, қалыңыз қалай? Мына жерде телевидение шақырған жетелдер топырлап кетті, бәрі түсіріп жатыр, сыртта тұрып. Мәлімдеменің бәрінде видео жазбалары бар. Бәрінің де. Ал енді осындай әкім бола ма? Мені 2 рет сотқа берді. Осындай әкімдер бола ма? Айдарбековтің істеп атқан озбырлығы шаш етектен. Ал енді оны президенттен бастап біз жазып отырмыз. Президент әкімшілігі басқалары бір адам тәйт деп жатқан болған бір адам жоқ. Осы күнге дейін қарамай жатыр. Мен арыз жаздым мемлекеттік істер агенттігіне. Олар осында жіберді, бірақ бұны қолдап отырған мына Алматы облысының мемлекеттік істер департаментінің басшысы Арсен Жақыпов қолбаштап отыр. Ана экология департаментінің басшысы Қолысбек, тағы да басқа лауазымды адамдар. Мен ойлаймын, анау президент аппаратынан бастап, соның ішінде де басшыға қолбаштап отырғандар. Заң органдары, полиция, сот, сыбайлас жемқорлық, басқа да осы әкімдерді қарайтын лауазымды мекемелер барлығы бір-бірін қолбаштап, бір-бірін қолдап отырған адамдар. Менің қазір өміріме қауіп төніп тұр.
менің жұбайыма, менің балаларыма, немерелеріме қауіп төніп тұр. Менің соңымда белгісіз адамдар жүр. Мен ойлаймын, осының бәрін ұйымдастырып отырған Айдарбековті. Және басқа да Қаспақбаев, Бидай, өйткені олардан басқа Әбдіхан, бұлардан басқа менің жауым жоқ. Мен ешкімнен қорықпаймын. Мені бала шағаммен или мені аңдумен сендер қорқытамайсыңдар. Сіздер заңды түрде жазаларыңызды аласыздар. Егер мен басқаға мен жауап бермеймін, егер менің сұрақтарым бойынша заңды түрде жазаларыңызды алмасаңыздар, мен өзім сізді жазалаймын. Мен қорқпаймын ешкімнен. Сендердің істеп атқандарың жеткілікті енді. Жеткілікті. Мен қазір мінекей мәлімдеме жасап отырмын. Аңдығандарыңды қойыңдар. Мені қорқытқаныңды қойыңдар. Кеше 16 қазан күні мен акиматқа кіріп, мына кемпір екеуміз, сонда мына Бидаев пен Қаспақбаевтың ұйымдастырғаны өмірінде акиматқа келмейтін екі орыстың ба, бір орыстың ба әйел, міне бізде видеозапистері бар. Маған қарсы, мен оларды мен танымаймын да, маған қарсы неше түрлі сөздер айтқызды. Мен үндемей кетіп қалдым, ана жерде әдейі менің сөз айтқанымды қалап тұрды олар. Провокация жасады маған. Мен өзім үшін қорықпаймын. Мына немерелерім, мінекей менің 10 немерем бар, Құдай берген. Осыларды, бірақ сен мен немерелеріммен қорқытпа. Немерелеріммен қорқытпа сен мені. Мен ешкімнен қорықпаймын. Мен өлімнен ғана қорқам. Болды сенің енді бүкіл істегенің. Сондықтан да менің президенттен сұрайтыным, құрметті президент, мына озбырлықты тыйыңыз, жазалаңыз бұларды. Осы озбырлықтың, мына әкімдердің, мына кешегі жасөспірім анасының көзінше өлтірген, осыған әкеп жатыр. Тағы бір өлім керек па? Құқық органын бәрін сендер басқарып отырсыңдар. Сендер жазықсыз адамдарды бәрін соттатып, суға салса батпайсың, отқа тастаса жанбайсың.